Адам ағзасындағы сүйектің бір-бірімен байланысуының 3 түрі болады. Оларға сүйек талшықтары, шеміршек және синовиалды буын арқылы байланысу жатады. Жіңішке дәнекер ұлпасы арқылы байланыс қозғалмайтын сүйектердің арасында болады. Мысалы, ми сауытының сүйектері. Кейбір сүйектер шеміршек арқылы байланысады. Шеміршекке иілгіш қасиет тән болғандықтан сүйектердің жартылай қозғалуына жағдай жасайды. Мысалы, қабырға мен төс сүйегі. Енді үшінші түрі қозғалмалы сүйектердің арасында болады. Бұны синовиалды буын деп атаймыз. Егер сүйектегі құрылымға назар аударсақ, біріншісі буын сыртындағы байлам. Буындағы екі сүйектің басын жалғастырған сіңірлер шоғырларынан тұрады. Синовиалды мембрана май және нәруыз талшықтарынан тұрады. Синовиалды сұйықтықты бөледі. Синовиалды сұйықтық синовиалды капсуланың ішін толтырып тұрады. Буындағы үйкелісті азайтып, ылғалдандырады. Буын шеміршектері буындағы екі сүйектің басын қаптаған ақ түсті иілгіш дәнекер ұлпасы. Үйкелісті азайту синовиалды сұйықтың құрамын реттеу қызметтерін атқарады. Синовиалды буындардың бірнеше түрі бар. Буындардың әрбір түрі белгілі бір сүйектердің қозғалысына бейімделген. Шар тәрізді буын. Бір сүйектің домалақ басы екінші сүйектің ойысына кіріп орналасады. Бұндай буында сүйек бүгіліп, жазылып, айналып қозғала алады. Шарнирлі буын тек бір кеңістікте ғана қозғалады. Бір сүйектің басы екінші цилиндр пішінді сүйекті жартылай қоршап орналасу арқылы тұрақты қозғалысты қамтамасыз етеді. Цилиндр тәрізді буын. Бір сүйек екінші сүйекті қоршай орналасып, оны айналып қозғалады. Сүйектердің тек бір кеңістікте қозғалуына қолайлы. Эллипс тәрізді буын. Сүйек басының шар тәрізді емес, сопақша келген эллипс тәрізді болуы оның толық айналым жасауын болдырмайды. Сүйек екі білекте айнала алатындықтан бүгу, жазу қозғалыстарына қолайлы. Ершік тәрізді буын. Сүйектің айналуы шектеулі. Екі сүйектің де бастарында дөңес және ойыс беттері болады. Бір сүйектің дөңес беті екінші сүйектің ойыс бетіне сай келеді. Бұл сүйектер айналып, екі жаққа қисайып қозғалады. Жазық буын. Сүйектердің жанасу беті тегіс. Буындағы екі сүйек бір-бірінің бетінде айналып, сырғанап қозғалады.